Аллахтан пендеге берілген сынақ болады. Бұл сынақ жақсылықта, жамандықта болып келеді. Кейде бұл сынақ адам баласының жанына қатты ауыр болып келеді. Батады жанына, оңай емес. Бірақ Алла Тағала сол сынақ арқылы кей адамдардың пайғамбарлардың дәрежесіне көтереді. Және ізгі адамдардың, ақылды адамдардың қате кемшіліктерін кешіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп келеді: мен бір мұсылман адамның хал ахуалына бір таңырқап қараймын дейді. Мұсылман адамның жағдай күйінің барлығы бір ғажайып нәрсе қарап тұрсаң дейді. Таңырқап қарайсың дейді. Басына бір қиыншылық, мұсибат, қайғы мұң келсе, көркем түрде сабыр етеді дейді. Сол сабырлығы үшін сол адам үлкен бір жақсылыққа қол жеткізеді дейді. Ал басына бір бақ дәулет, байлық, рызық несібі молынан келіп қалса, шүкіршілік етеді дейді. О да бір қарап тұрсаңыз жақсылық алып келеді. Яғни бұл дүниеде адам баласы жағдайын бір қалыпты ұстану деген сөз. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай деп келеді: "Астағиз билла уалинабилуаннакум хатта нa'ламал минкум минал мужахидина вас-сабирин." Садақаллахул азим. Алла Субханаху ва Тағала былай дейді: біз сендерді міндетті түрде сынақ қаламыз. Сынақ міндетті түрде болады сендерден. Бірақ сол сынақ не үшін дейді? Сендерден шынайы мұсылмандардың қайсысы, тақуа адамдардың қайсыларың іштеріңде, және нағыз сабыр етушілердің қайсыларың, соны ажыратып біліп алуымыз үшін біз қатты сынақ қаламыз дейді. Мұсылман баласының барлығы әрине жәннаттан үмітті барлығы. Барлығымыз жәннатқа кірсек деген армандаймыз. Бірақ соның бір адам біле бермейтін оңай нәрселер бар. Жәннатқа кіруде оңай нәрсе емес. Бірақ соның бір адам байқай бермейтін жағдайлар, күйлер болады. Мына дүниеде ол қарапайым нәрсе. Мысалға, біз кей кезде сынақты көтере алмай, мұңымызды әркімге айтып, шағымданып жатамыз. Шағымдану ол дұрыс нәрсе емес. 4 нәрсе бар жәннаттың қазыналарынан дейді. Яғни мұсибатты, қайғы мұңды жасыра білу, және садақаны жасыру. Онда мен садақа беріп отырмын деп айта бермеу. Жоқшылықты жасыра білу. Мен ашпын, мен осындаймын деп. Ал енді 4-шісі қиыншылығыңызды, проблема дейміз ба, соны әркімге айта бермеу. Бұл қарапайым нәрсенің өзі жәннатқа апаратын жолдардың бірі, иншалла. Алла Тағала баршамызды нағыз сабыр етушілерден, сынаққа төзетіндерден, ұрпақтардан қылсын, иншалла. Алла разы болсын.